жарық зиялы қауым, ұстаздар мен студенттер, Еуразия ұлттық университеті Кәусар мәдени танымдық бірлестігінің бүгінгі қонағы ақын, жазушы, қоғам қайраткері, сазгер Әкім Ысқақ. Әлен шығармашылығына келетін болсақ, 20-дан астам кітаптың авторы, бірнешеуі орыс, өзбек, қырғыз, түркмен тілдеріне аударылған, сонымен қатар нәзік, иірімді сазгер ретінде де өнерсүйер қауым жақсы біледі. Ал енді бүгін Әкім Ысқақ құр қол келген жоқ, өзінің жазушылар, ақындар айтып жатады, сиясы кеппеген деп. Мен айтар едім, бет ашылмаған әлі. Кітабымен келіп отыр, көңіл қымбат деген. Соған мына біздің академик Болат Көмеков ағамыз, Гербтің авторы Жандарбек Мәлібеков ағамыз тұсаукесерін шақырамыз. Әкім Ысқақтың біздің кітапханаға тартуы. Кейіннен қолтаңба аламыз десеңіздер, кітап жетерлік, студенттерге айтып отырмын, және оқырмандарына. Біздің формат бойынша бірінші бөлім әрқашанда автордың, қонағымыздың шығармашылығы көрсетіледі. Әні мен сөзі Әкім Ысқақтікі, көңіл қымбат орындайтын Айсәуле Бейсенхан. Өмір осы жақындар алыстағы, жақынның да болады алыстауы. Не
қазағым орындайтын арнайы ордабасынан келіп отырған шәкірті әкім Ысқақтың Ерқасым Зұлбықаров. Бір өнегелді ақылды адам өмір сүріпті. Өзі зәулім, кең сарайда тұрады екен. Жұрттың бәрі сол парасатты жанмен ақылдасады екен. Жылдар өте келе ақылды адам қартаяды. 3 баласын шақырып алып, өмір кілті неде, соны біліп келіңдер деп жібереді. Арада 3 жыл өткеннен кейін өз перзенттерімен өз шаңырағында қайта кездесіпті. Ондағы мақсат өз сұрағына жауап алу. Әке тапсырмасы бойынша бірінші үлкен ұлы: әке, өмірдің кілті жер жаһанды шарлау деп түсіндім. Осынау 3 жыл ішінде қаншама жер көрдім. Адамның бар қуанышы елмен жерді танып, түйсігін арттыру екен деп жауап беріпті. Ортаншы ұлы: әке, өмірдің кілті байлықта екен. Сенің қанша байлығың болса, жұрт сені сонша сыйлайды. Қараңызшы, қолымда қаншама асыл тастар бар. Мұның бәрі байлық емес пе деп мақтаныпты. Кенже ұлына кезек келгенде: әке, осынау 3 жыл ішінде жақсы адамдарды көп жолықтырдым. Олардың маған қымбат екенін түсіндім. Перзент сүйдім, соның жауапкершілігін сезіндім. Әке, өмірдің кілті адамдардың қадір қасиетін танып, ата-анаңды ардақтап, үлгілі. Сен қанша бай, атақты болсаң да, ертеңгі күні өмірің өнегесіз болып өссе, еткен еңбегіңнің бәрі зая кетеді дейді. Ақылды әке кенже ұлының сөзіне разы болып, ақ батасын беріп, өз мұрасын қалдырған екен. Жақсылық жерде қалмайды, иман отқа жанбайды деген аталардан қалған мақал бар. Сол сияқты халыққа жасаған жақсылығың жерде қалмайды. Әке, сіз бізге ұшарға қанат, шабарға талап бердіңіз. Өмірлік үлгі өнеге болдыңыз. Осыдан кейін менің бүгінгі жеткен биігім, көке, сенің қолдауыңсыз қалай деп айталам. Көке, ұрпақтарыңыз сізден үлгі алса, сіздей болуға тырысса, сіздің адамдық қасиеттеріңізді бойына сіңіріп өссе, менің де тілегімнің қабыл болғаны. Мен тек қана сізге ұқсауға тырыстым. Сіздей болуға талпындым. Бойымда жылт еткен жақсылықтың ұшқыны болса, ол сізден тарады. Алла маған сіздей көке берген үшін мыңда бір шүкір айтам. Тілегімді дәл осы сәтте мына өрелің жолдарымен былай жеткізгім келеді. Үкілеген үміттің шырағымын, сен секілді жақын боп тұрады кім? Өмір деген бәйгеде сені мартып, баптап қосқан жүйрегің, парағыңмын. Мен ұқтым өмірдің жалған шынын, бабадан мұра болған тәрбиенің аманаты мұрагер жалғасымын. Шуағыңнан мені тілегіме, айтқансың әулет тірегіне, асқар тау малдыңды аласырмай, биік шыңың жол болар жүрегіме. Әке, неге екен қайдам, осы бір құдіретті сөзді айтқан кезде жүрегім шымыр ете түседі. Әке. Рахмет. Екі қазақтың басы жиналса, орысша сөйлейді. Ал мен екі қазақтың басы жиналса, осы өлеңді айта бергім келеді. Қабыл алыңыздар, әкім Ысқақ, қазақпын. Түрін көрген тозақтың бастан өткен азап күн. Қажымайтын, талмайтын, қайыспайтын қазақпын. Атазарын тыңдаған, майысқан тек сынбаған, қасіретке қыңбаған, жылап тұрған қазақпын. Құлап тұрған, тағдыр өзі шыңдаған. Тарыққан, домбырадан зарыққан, қобыз болып қамыққан, елдік үшін бәс тігіп, алты-малты ас қылып, арғымағын артқан. Аңдызаған әр тұстан, қызғанышпен шарпысқан, кегін түртіп бар дұшпан, жанған оттай қазақпын, қайта оянған тартыстан. Келді міне азат күнім ғажап күн, елім, жерім, арым ғой, арына құл қазақпын. Қорғар заңын жарғысын, арпалысқан халқын, мен тәуелсіз қазақпын, бойға жиған бар күшін. Көк байрағым аспандай, дос құшаққа сықанбай, қазақпын деп жар салам, жалтақтамай жасқанбай. Шуақ шашқан ақтаңым, саған теңеу таппадым, қаным, жаным үзігім, мәңгілікке мақтанам. Сенсің өлең назәнім,
мерей ғажабым, өмірімнің мәні жоқ, сенсің менің қазағым. Ауылым алтын бесігім. Оқитын журналистика және саясаттану факультетінің 2-ші курс студенті Мереке Жалғас. Далаңда сағым көшетін, ай қарашар есігін, барғанда мерей өсетін, ауылым алтын бесігім. Таңырқап қарап тосылма, ауылдың күні мың сабақ. Жиналып бүгін осында, басуда киіз жүн сабап. Таппайды сәтке бір тыным, жандары алтын ауылдың. Жамайды талмай жыртығын, туыстың көрші бауырдың. Кеңдігін ұққан даланың, ауылдың қызық өмірі, жолын бір кеспей ағаның, сәлемін салған келіні. Самаурын қайнап бұрқырап, түтіннен керней тақ төлең, жүгіріп шыққан немере атаның жүзін жандырған. Көтемін, көтері елдің жауын ғой, еңбекпен ғана өткен күн, қадірін білген ауыл ғой, шарақор қара кетпеннің. Ауылым сенен ұғамын, құстардың ғажап үндерін, өзенің, көлің, бұлағың, иесі жұпар гүлдерім. Сүйемін дала тасыңды, тынымсыз диқан қауымын, өзіңе ием басымды, бесігім алтын ауылым. Осы әнімізді шын ниетпен тәртіпке рұқсат етіңіздер. Қабыл ал досым, қызыр баба жолдасың болсын. Бақ тілейін бармақтай ғана, жан досымсың нармақтардара. Жақсылықтан үміт өздеген, жер бетінен бақыт іздеген. Қиялына қанат байлаған, асыл досым елін ойлаған. Құттықтаймын қуанышыңмен, құшағымда әппақ гүліммен. Келдім міне ізгі ниетпен, келдім міне нұрлы тілекпен. Құттықтаймын қуанышыңмен, құшағымда әппақ гүліммен. Келдім міне ізгі ниетпен, келдім міне нұрлы тілекпен. Ермінезді ерке жолдасым, ер үстінде бабан қолдасым. Орындасын арман тілегі, нұрға толсын көңіл жүрегі. Жаны жайсаң абзал досым ау, құтты болсын тойың осынау. Өміріңе шаттық тілеймін, маңдайыңнан келші сүйейін. Құттықтаймын қуанышыңмен, құшағымда әппақ гүліммен. Келдім міне ізгі ниетпен, келдім міне нұрлы тілекпен. Құттықтаймын қуанышыңмен, құшағымда әппақ гүліммен. Келдім міне ізгі ниетпен, келдім міне нұрлы тілекпен. Табалдырып қоймаңыздар. Құттықтаймын қуанышыңмен, құшағымда әппақ гүліммен. Келдім міне ізгі ниетпен, келдім міне нұрлы тілекпен. Құттықтаймын қуанышыңмен, құшағымда әппақ гүліммен. Келдім міне ізгі ниетпен, келдім міне нұрлы тілекпен. Бәріміз бірге. Құттықтаймын қуанышыңмен, құшағымда әппақ
Өзгермейтін қалпыңмен өміріңді толғайсың. Тілегіңде, жүрегіңде еңселі адалдықтың өлшемі. Ардақтаға, салмақтаға, жанаға. Ардақтаға, салмақтаға, жанаға. Сыналдың ау өткелден, асыл аға жан ізгі. Өпке артпай өткенге, ұмытпадың парызын. Тілегіңде, жүрегіңде еңселі адамдықтың өлшемі. Ардақтаға, салмақтаға, жанаға. Ардақтаға, салмақтаға, жанаға. Тоймайды адам арманға, өмір қымбат, ар қымбат. Асыл ағам сен бардау, өзіңдейін барғым бар. Жүрегіңде еңселі Адалдықтың өлшемі. ардақтаға, Салмақтаға, жанаға. ардақтаға, салмақтаға, жанаға. Ардақтаға, салмақтаға, жанаға. Ардақтаға, салмақтаға, жанаға. Шалқар көлімде шабытым мана, таусылмас ырыс жақұтым мана. Жеткізген осы күнніме ана, жалғанда жарық бақытым ана. Анашым асыл жақын жаныма, жарық сыйлаған күнім бағыма. Құс болып самғап, әлемді шарлап, жұбаныш таппай жүрмін сағынып. Құс болып самғап,
Анашым асыл жақын жаныма, өмір сыйлаған күнім бағыма, құс болып самғап, әлемді шарлап, жұбаныш таппай жүрмін сағынып. Құс болып самғап, әлемді шарлап, жұбаныш таппай жүрмін сағынып. Сен барда бақыт көп көрем ана, жүрушең жылу от беріп ана, алғысым шексіз өзіңе ана, көңілдің бағы көктемем ана. Анашым асыл жақын жаныма, жарық сыйлаған күнім бағыма, құс болып самғап, әлемді шарлап, жұбаныш таппай жүрмін сағынып. Құс болып самғап, әлемді шарлап, жұбаныш таппай жүрмін сағынып. Жұбаныш таппай жүрмін сағынып. Қол созып биік арманға, жетелер мені сенімің. Сарқылмас байлық жалғанда, сарқылмас сенің көңілің. Өзіңсің егіз ай күнім, тек сені дара көремін. Теңселмес теңіз айдыным, өзіңе ғана сенемін. Өзіңсің егіз ай күнім, тек сені дара көремін. Теңселмес теңіз айдыным, өзіңе ғана сенемін. Қошеметтеп отырамыз. көргенде тұнық көзіңді, қиындық бәрін жеңемін. Тағдыр деп танып өзіңді, өзіңе ғана сенемін. Өзіңсің егіз ай күнім, тек сені дара көремін. Теңселмес теңіз айдыным, өзіңе ғана сенемін. Өзіңсің егіз ай күнім, тек сені дара көремін. Теңселмес теңіз айдыным, өзіңе ғана сенемін. Қошемет баршамыз бірге. Өзіңсің егіз ай күнім, тек сені дара көремін. Теңселмес теңіз айдыным, өзіңе ғана сенемін. Өзіңсің егіз ай күнім, тек сені дара көремін. Теңселмес теңіз айдыным, өзіңе ғана
өзіңе ғана сенемін. Қазағым ол елім, қазағым тағдырым, қазақ деп өтеді әр минут әр күнім. Ұрпақтық парызым, айбынды айбарым, арымдай қымбатты көк туым байрағым. Қазағым, қорғаным, айнымас тірегім, қазақ деп соғады бағбысты жүрегім. Сөнбейтін сәулеңнің, өшпейтін нұрымын, талмайтын қанаты тек тұрпақ ұлымын. Бір-ақ рет өлемін, өлмеймін 100 рет. Қазағым мен үшін мәңгілік құдірет. Жігерлі жанымның жанымна от болып өртенем. Қазағым мен үшін тым биік мәртебең. Домбыра үніңнен сиқырлы сазығам. Қазағым сатылмас ең қымбат қазынам. Рухыңа басып, отыңа киемін, ардақтап атыңды анамдай сүйемін. Қазағым, өмірім, қазағым, тағдырым, өзің деп өтеді әр минут, әр күнім. Қазаққа жанашып, қазақты ойлаған, сүйемін адамның барлығын. Бұл өмір қайта келмейді, адалдығың мен адамдығың қымбат. Бұл өмір қайта келмейді, артыңда жасаған жақсылығың мен жамандығың қалады. Бұл өмір қайта келмейді, не істей алдың, не істей алмадың деген екі сұрақ саған мазалай түседі. Бұл өмір қайта келмейді, жасай алмаған жақсылығың бір бұрышта жылап тұрады. Бұл өмір қайта келмейді, қандай адам болып қалыптастың, сондай адам ретінде халық сені таниды. Бұл өмір қайта келмейді, ізгілігің, шуағың адамдар әлемінде шапағат болып тарайды. Бұл өмір қайта келмейді, қиянатың, біліп тұрып жасаған кесапатың ар алдында өзіңді жазалайды. Бұл өмір қайта келмейді, дер кезінде айталмаған сөздерің, дер кезінде атқарылмаған істерің жаныңды шырылдатып өкіндіреді. Бұл өмір қайта келмейді, бұл жалған достасу мен қоштасудың арасы екенін ұмытпа. Сыйластығың мен қимастығың қымбат. Бұл өмір қайта келмейді, адамдық көңіл қымбат. Бір-ақ рет келетін өмір қадірін, адам қадірін білгенге жетсін. Бұл өмір қайта келмейді, бәрінен де көңіл қымбат. Қадірлі ағайын, бүгінгі күн көңіл қымбат атануы бекерден бекер емес. Бір ғана нәзік көңілге байланысты. Сол нәзік көңілдің пернесін дұрыс тарта алмасаң, өкпеге айландырып алуың мүмкін. Қазақ бекерге айтпаған, күлкі ашылған гүл, көңіл шашылған нұр деп. Шынында әрбір адамның жүрегінде, көңілінде сол керемет көңілдің кіршіксіз тазалығы сақталып тұрса екен дейсің. Бұл пәниде қашанда өмір қымбат. Өмір қымбат, адами сенім қымбат. Байлығыңнан дүние бәрінен де көңіл қымбат, көңіл қымбат деп. Мен мыңда бір алғыс айтам Қазақ радиосына. Осында бас директоры Махат Садық қатысып отыр. Шапалақ ұрып қойыңыздар ағайын. Сол осындай бағдарлама ұсынып, сол Қазақ радиосында мені бірнеше жылдан бері авторлық бағдарламам жүріп жатыр. Нұржан Жалауқызына мыңда бір рахмет, шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Мені сол бағдарламамның негізінде бүгін кітабым дүниеге келіп, ол кітапты қазақтың маңдайалды ең жоғарғы оқу орны, барлық адамға жақын қазақтың ұлттық университетінде аталып өтілуі мен үшін бір бақыт деп ойлаймын. Осы бақытты ұйымдастырып жүрген, басы қасында болып жүрген осы оқу орнының басшысы Ерлан Бәтташұлына шын жүректен алғысымды айтамын ағайын. Кәусар деген сөзде жай сөз емес, ол тазалық. Кәусар деген адамның
адамды өзіне қарай тартатын дүние. Осы мәдени танымдық бірлестік қаншама адамдардың өміріне жолдама беріп жатыр. Қаншама оқу орындарына барып жүрмін. Дәл осындай әдеби, мәдени танымдық бірлестікті көрген емеспін. Жасай берсін осы бірлестік. Абырой асқақтай берсін деп бір шапалақ ұрып берсін. Есіме бір оқиға түсіп отыр. Сонау менің бірінші шақырылымда бірге депутат болған азаматтар, осындағы ардақты ағаларым отыр. Барлықтарыңыздың алдында басымды ием ағайын. Қаратай Тұрысып бастаған 19 депутат Лондонда болдық. Одан қайтатын уақытымыз болды. Артқа қарай ұштық. Германиядан самолет ауыстыратын Франкфуртке келдік. Менің қасымда досым, бүгінде Қазақстанның Белоруссиядағы елшісі Ерғали бар тұғын. Сол заттарымыздың бәрін алып қалып жатты. Ирақаң білет куәсі, барлық затымызды бір мұз неміс кеденшісі ештеңкеге қайтпастан, өткені біз ана жақта арнайы шетке алып шығады деген қағазын алмаған екенбіз. Ал Ерғали болса, әкім, мен мына немісті танимын ғой дейді. Мен айтам, Ерғали бұл Шымкентте емес, Германияда жүрміз ғой, қайдан танисың деп. Сөйтсем, Ерғали да баласы Бақытжанға бір кішкене тінен жаңағындай дайындалатын нәрсе, дене шынықтыруды дайындайтын нәрсені алып келіп еді, оны да алып қойды. Содан Қаратай Тұрысып бастаған депутаттардың қасына барып жайғасқан кезімде, менің Ерғали досым орнынан шыдамсызданып тағы да тұрып кетті. Алыс жерде, басқа шетелде шу болмасын деген ниетпен Ерғалидің қолынан ұстап, енді тоқтата бергенінде Ерғали жаңағы неміске қарап, мен сені танимын ғой деді қазақ тілінде. Ал артымнан қайдан танисың деген сөз естілді. Бұрылып қарасам, жаңағы неміс қып-қызыл болып тұр. Содан мен айттым, сен қайдан білесің қазақ тілін? Мен Қазақстанда туып өстім деді. Қазақстанның қай жерінде туып өстің дедім. Шымкентте дейді. Шымкенттің қай жерінде туып өстің десем, Жетісайда дейді. Қазақ деген халыққа мен ризамын дейді. Онда олай болса, қазақтың өзің су ішкен құдығына түкірме деген сөзін білесің ба деді. Білем аға, кешіріңіз деді. Жаңағы мұз неміс бір пәстің ішінде сызылған қыз неміске айналды. Содан аға, кешіріңіз деді. Жоға, сен бұл сөзіңді міне қазақтың делегациясы аталған бірнеше депутаттары бар. Солардың алдында айтқаның дұрыс шығар деп жаңағы немісті құшақтап алдым. Сонда Қаратай ағам көріп, әкім, мына немісті нақ құшақтап алғансың деді. Сонда ол кісіге айтқаным, Қаратай аға, бұл кісі бір мәлімдеме жасағысы келіп тұр деді. Не дейді деді. Жаңағы неміс басындағы шәпкісін алды да, ағалар, кешіріңіздерші, менен бір қателік өтті. Қазақ халқының алдында мен басымды иемін, кешірім сұраймын, алған заттарымның бәрін қайтарамын деді. Қайран қазақтың даласы, қаншама ұлтты бауырына қысып, туған бауырындай, баласындай өсірді. Қаншама ұлттарға жол ашып, қорған болды. Жаңа Германиядағы неміс кеденшісін басын идіргенде, халқымды сүйдіргенде, қазақтың тілінде сөйлеткенде, ұлы, дархан ұлы даламның қасиетті мінезі еді, қасиетті қазақ тілі еді. Жаса қазақ тілі, жаса қазақ елі дегім келеді. Көші-қон заңын жазып болғаннан кейін арнайы Америкаға Элизабет Джонс шақырды. Американың бірнеше штаттарын араладым. Қай штаттарында араласам да, бірақ ол кезде тек қана орыс тілінде сөйлеуім керек, мен мемлекеттік тілде сөйледім. Әрине ол оңай болған жоқ. Америка алпауытты ел болса да, менің қазағымның тілі қымбат екендігін сездім. Мен қазақ тілінде сөйлеймін. Біздің топтың құрамында білім министрлігіндегі Шолпан деген кісі орыс тіліне аударады, ал орыс тіліндегі сөзді ары қарай ағылшын тіліне аударады. Бірнеше штатты осылай аралап жүрдік. Сондай бір кезеңде Вашингтонда Карен Арман деген
жетім бала бар екен, барасыз ба деді. Машинаны тоқтатып, арман болса, ол қазақтың баласы ғой, оған міндетті түрде барам деді. Вашингтонның түбінде Арлингтон деген қалашық бар екен. Онда Американың белгілі бизнесмендері, мемлекеттік қайраткерлері тұрады екен. Айтпастан жаңағы виллаға кіріп барсам, Американың конгрессмені Чарльз бен Кристин тұрады екен. Бір қазақтың тана көз баласы, қара көз баласы алдымнан шықты да good morning деді. Сол балаға қазақтың тақиясын кигіздім, қазақтың ұлттық киімін кигіздім. Сөйттім да қолында Абай елі деген кітап бар еді. 3 тілде жазылған. Қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде. Мынау сенің еліңнен сәлем. Осыны шын жүректен тартып өтем деді. Содан бір уақытта қарасам, анандай бұрышта қазақтың киіз үйінің макетін көрдім. Анандай бұрышта қазақтың ою өрнегінің макетін көрдім. Анандай бұрышта қазақтың домбырасының макетін көрдім. Чарльзден сұрадым: Чарльз, мына нәрсені мен келеді деп қойдым ба? Не үшін қойдым деп едім? Менің балам қазақ. Балам өзінің салт дәстүрінен хабардар болсын деп. Содан Чарльзден сұрадым: баланың атын неге Арман деп қалдырдыңыз? Неге өзгертпедіңіз? Арман деген мағынаны білесіз деп едім. Арман — это по-русски мечта. Біздің Кристин екеуміздің өмір бақиға арманымыз балалы болу еді. Соны мына Арман орындатты. Сондықтан да Арман дегенді ағыншылап айтқан кезде ол дауысталуы жақсы шығады. Сондықтан біз өзгертпедік. Бірінші рет Арман қалай пайда болды дедім. Сөйтсем, Ресейдің бір қаласында, Детонда, жаңағы баласы болмаған Американың конгрессмені Чарльз бен Кристин екеуі бала асырап алу үшін 1 жыл бойы сол Детонның демеушісі болды. Ал бала Арман ол жерге қалай пайда болған? Оқиға Қазақстанда болды. Бір қазақтың студент қызы мен студент жігіті екеуі бірге жүріп, қыздың аяғы ауыр болып қалады. Дәл сондай кезеңде қолдау көрсетудің орнына жігіт қашып кетеді. Онда қойып баланы алдырып тастады. Бірақ қыз алдырмастан, өзіне деген сеніммен, ата-анасына да айтпастан Ресейдің Самара деген қаласына барып, сол жерде босанып, сол жердегі балалар үйіне табыс етеді, өзі тұрмысқа шығып кетеді. Содан өмір деген қызық қой. Өзінің бағытын таптым деп ойлаған кезінде Чарльз бен Кристин 1 жылдан кейін тек осы арманды ғана асыраймыз, арманды ғана қажет етеміз. 300-дей көзі көк сары балалардың ішінде қара домалақ жалғыз баланы таңдайды. Балалар үйінің басшысы: бұл баланың проблемасы бар. Өйткені бұның анасы шетелде тұрады. Біз оның рұқсатынсыз бұл баланы асырай алмаймыз, рұқсат та бере алмаймыз. Содан Чарльз бен Кристин күтеді, жасырын жолмен Ресейдің заңы бойынша баяғы Арманның мамасына хабар беріледі. Арманның мамасы өзінің семьясын тастап бала үшін келеді. 2 күн бойы жылап, еңіреп, құшақтап, жылап, Арманды көз жасына бөлейді. Балалар үйінде қала беретін болса, баланың ертеңгі тағдыры қандай болмақ, тәрбие қалай болмақ? Ал беріп жіберейін десе, ертең мұхиттың арғы жағындағы баланың тағдыры қалай болмақ деп. Содан өздері парасатты кісі болғандықтан Арманды беруге келісім береді. Сөйтіп Арманға Чарльзге мынандай хат тапсырады: мына бала 18 жасқа толған кезде беріңіз. Ал хаттың мазмұны мынандай еді: Арман, сен мені түсінеді деп ойлаймын. Арман, өмірді адам өзі білмейді екен, бірақ Алла біледі екен. Өмірімде осындай жағдай болды, сен мені кешіреді деп ойлаймын, түбі біз табысамыз деген ойдамын деп. Тек бала 18 жасқа толсын деп, толған кезде ғана бересің деп береді. Ал жаңағы баланы Чарльз үйіне алып келген кезде қарасам, Арман кереуетте жатпайды, жерде жатады екен. Чарльзден сұрадым: неге бала жерде жатады? Кереует алып қойғам, бірақ бала кереуетке жатудан бас тартты да жерде жатам деді. Содан ары ойладым, бері ойладым. Мүмкін бабаларының рухы соғындай сақтың, ғұнның, қыпшақтың, жалпы қазақтардың тарихын оқыдым да
бір мәмілеге келдім. Шынында қазақ деген жай халық болмаған екен, жауынгер халық болған екен. Найзасын алып, жауымен күресіп, қалаған уақытында ер тоқымын жастанып жатқан ұлы батыр халық екен деп баласына мәліш қойдың терісін әкеп соған жатады екен. Содан ана жерде қарасам, баланың жатым бөлмесінде қазақтың қолдан тоқылған кілемі тұр. Мынау қайдан келді? Қазақстанда болдыңыз ба дегенімде ол кісі жауап берді. Қазақстанда болған жоқпын, Моңғолияда болдым. Моңғолияның парламентінің төрағасы досым еді. Сіздер көрші мемлекеттесіздер ғой, елдеріңізде бір қазақ бар ма дегенімде мені Баян-Өлгей деген қазақи өлкеге жіберді. Сол өлкеде қазақтар өте қамқор, өте бауырмал халық екен, маған осы кілемді сыйлады деп. Содан енді Чарльзден рұқсат сұрадым да Арманды суретке түсірдім. Бір-екі рет суретке түсіргенім сол, Арман жымиып, ағылшыншалап бір-екі сөзді айтты да, ай-шайға қарамай келіп мені құшақтай алды. Жіберетін түрі жоқ. Чарльзды шақырдым. Чарльз, мына бала не дейді? Дедім. Чарльз сонда басын шайқап. Ай, ген деген ай, қан деген ай, қандай қиын. Сонау мұхиттың ар жағынан келсеңіз де, мына бала өтініш айтып тұр, сізді туыс жақын екендігін біліп, мына кісі кетпесінші деп өтініш айтып тұр деді. Содан қазақи танауы бар балаға өз тілімізде бір ауыз сөз үйреткім келді. Ассалаумалейкум деген сөзді үйрету оңай болмайтындығын білдім де, сәлеметсіз бе деген сөзді қайта-қайта жаттатқыздым. Және екінші, қош болыңыз деген сөзді үйреткім келмеді. Себебі ешкіммен де қоштаспасынша, қайта табыссынша, айналадағы адамдарды көретін болса, жақындарын көретін болса, ол адамдарға ризашылығын білдіріп, рахметін айтып жүрсінші деп, рахмет деген сөзді үйреттім. Содан кетер кезде, қимай қоштасар кезде, біз Арманмен сәлеметсіз бе, рахмет деп қоштастық. Екінші, Детройт деген жерде болдым. Ол жерде де балалар асырап алған 10 отбасын шақырдым да, Американың заңы жөнінде әңгімелесіп отырдым. 5-6 адам бар, 10 шақты ана бар, ана жерде балалар ойнап жатыр. Әңгіме өткізіп атқан кезде бір 4 жасар бала томпаң етіп жүріп келе жатты да, тура ай-шайға қарамай, бір адамды іздегендей келді де, менің алдыма отырып алды. Отырып алды да, жай отырып алған жоқ, туысын тапқандай мұртыммен ойнап, сылықтап күле бастады. Жаңа аналардан сұрадым, мына бала кімнің баласы? Сол жердегі университеттің профессоры Даяна деген кісі, арғы тегі гректің қызы, шашы бұйра, балаға көзі мен шашы ұқсас, бұл менің балам деді. Қайдан асырап алдыңыз десем, Ресейден асырап алды. Балаңыздың ұлты кім десем, қазақ дейді. Сөйтсем, жаңағы балада қазақ екен, Ростоптағы балалар үйіне асырап алды. Ал ол жерде, рахмет. Мына жердің көңілі ыстық па, ауа райы ыстық па, бір ыстық қатты маужыратып отыр адамды. Сондықтан алайым ыстық көңіліміз суымасын. Сол Ростопта бір қазақ семьясы бар екен. Сол қазақ семьясында қазақ жігіті, әйел орыс, 7-ші бала дүниеге келіп қалыпты, шала болып келіпті. Қазақта 7 деген қасиетті сан болса да, жаңағы 7-ші баланы непланированный ребенок деп балалар үйіне өткізген екен. Сол шала туған баланы Даяна әкесіне айтыпты, мен бала асырап алғым келеді деп. Өмірде биологиялық балам жоқ менің деп. Әкесі айтыпты, балалар үйінде асырап алған бала қандай болады деп. Ал жаңағы баланы асырап алып келген кезінде, баланы көтерген кезінде, мама деген бір ауыз сөзін естіген кезде, Даянаның тас емшегі жібіп, сүт ағып шығып кеткен екен. Міне, сол баланы өте жақсы көрем, бала өте сезімтал, бала өте көреген, баланың бойында жақсы қасиет бар деп мақтай түсті. Сол кезеңде қолыма
Қазақстан деген кітап алып келді. Қарап отырсам, Горбачевтың Қазақстанға келгені, оның ішінде біздің Ордабасыға келген суреті бар екен. Қазақстанның қай жеріненсіз дегенде, міне мен Ордабасыданмын деп көрсеттім. Ал балаға сәлеметсіз ба және Ордабасы деген сөзді үйреттім. Өйткені 300-дің басына қиындық түскен кезде, азаптанған кезінде Ордабасыда 300 жиналып, кейде Ордабасы қолдап, қазақ деген мемлекет өзін сақтап қалып еді. Сол балаға қазақтың туы бейнеленген значокты сыйладым да. Ал енді мамасына берейін десем, мамасына барғысы келмейді. Қайта-қайта кеудесіндегі значокқа қарап, маған қарап, біз де ол баламен сәлеметсіз бе, Ордабасы деп қоштастық. Қадірлі ағайын, қадірлі туыстар, қазағым жасасын, қазағымның мәртебесі жасасын, ел деп еңбек еткен ағаларым жасасын, алдарыңызда бас иемін ағайын. Бағана маған қайта-қайта сұрақ қойып жатты. Теледидардан да, мынау көңіл қымбат деген кітабыңыз не туралы? Ішінде не жазылған деп. Шында ұлттық мәселе көп көтерілді, өмірде болған оқиғалардың бәрі жазылды. Соның ішінде бір оқиғаны айтып бергім келіп отыр. Ішінде көктудың желбірегені деген әңгіме бар. Ол әңгіме Малайзияда оқитын Ризагүл деген бір қазақтың қызының ерлігі айтылады. Малайзияда 2000-нан аса студенттер бар екен. Ал Инти Британ Малайзиялық университетінде 17 Қазақстанда оқиды екен. Қай мемлекеттен студент оқса, сол мемлекеттің туы ілініп тұрады екен. Күнде Ризагүлдің бір қасиеті сол Қазақстанның туына бір қарап өтеді екен. Бір күні қараса, сол ту қисайып қалыпты. Содан туы қисалып қалған жақсырым емес, оны көріп тұрып, біліп тұрып үндемей кеткен маңғайсы шығар деп, Ризагүл әкесіне хабар беріпті. Әке, мына нәрсені мен не істеймін? Әкесі айтыпты, балам, жабырқауың орнында мейрам деген. Бар тірлігіңді жаса, бірақ туды орнына келтіруге атсалыс деп. Қазақстандық 17 студентке айтса да, олар мән бермепті. Студенттер ұйымын айтса да, олар мән бермепті. Деканатқа барып айтса да, олар мән бермепті. Ашуға, ызаға болыққан қыз ректорға қалайда кірем деп, ректордың қабылдау бөлмесіне келіп, бар жағдайын айтып жатса, олар ректорға жоғарыда кіргізбеген. Қыздың дауысы қатты шығып кетіп, әйтеуір дәлелдеген кезде ректорға кіргізіпті. Қыз ректорға былай деп айтады: ректор мырза, сіздің басыңызда болса да, сіз де солай етедіңіз. Бірақ менің әкем айтушы еді, тәуелсіздікті әр минут сайын қорға, туыңды жоғары ұста деп. Менің елімнің, менің отанымның туы қисайып тұрғанына 2 сағат өтті. Менің жаным жабырқап, шыдай алар емеспін, қиналып тұрмын, өтініш, сол туымды жөндеп беріңізші деп. Ректор тапсырма беріп, қыздың қасына келіп, Ризагүл, шын мәнінде сенен кешірім сұраймын деп кешірім сұраған екен. Ризагүл шыға салысымен жаңағы туды ілгенін көріп, оны суретке түсіріп, әке, ата-бабаларымыздың бір аманаты, туыңды жоғары ұста, отаныңды биік ұста, ең негізгі арың сол деген, мен соны орындадым деп, әкесіне жіберіп, тудың желбіреп тұрған суретін салып жіберген екен. Мен мұны неге айтып отырмын? Сондай бір қадір қасиет әрбір жастың бойында, әрбір студенттің бойында болса, біз ұтылмаған болар едік. Ал жаңа ғана мен естім, сол Ризагүл бүгін Евразия ұлттық университетінде кездесу болады дегенді естіп, Малайзиядан бүгін ұшып келіпті. Егер осы залда отырса, бір ауыз көрініп сахнаға шығуын талап етер едім. Міне қазақтың қаршадай қызы Ризагүл. Сәлеметсіздер ме, құрметті ағалар, апайлар, ардақты ұстаздар және студент замандастарым.
Малайзияның Куала-Лумпур қаласындағы Инче халықаралық университетінің кіреберісіне ілініп тұрған көк туымыз төңкеріліп ілініп тұрғанды көріп жүрегім ауырып, көк туымызды дұрыстап ілгізгенім кішкене ғана еңбегімді әкім аға Айқын газетіне жазып, Қазақ радиосы бағдарлама арқылы халыққа жеткізді. Мен сол уақыттан бастап әкім ағаның шығармаларымен таныса бастадым. Қаным қазақ, жаным қазақ, арым қазақ, барым қазақ, нарым қазақ, бағым қазақ, күнім қазақ, мұңым қазақ, сырым қазақ, тілім қазақ, үнім қазақ, жырым қазақ, қаным қазақ, жаным қазақ, арым қазақ, мәнім қазақ, сәнім қазақ, әнім қазақ, тегім қазақ, түрім қазақ, жөнім қазақ, көк туым желбіресің көгінде азат. Құрметті әкім Әбдіқайымұлы, сізді шығармашылық кешіңізбен және көңіл қымбат атты жаңа кітаптың тұсаукесерімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл жиын ұлттық құндылықтарымыз бен төл руханиятымызға үлес қосып отырған мереке, жалпы оқырмандардың қуанышы. Елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың зияткер ұлт қалыптастыру басты мұратымыз деп, әрбір азаматқа міндеттілік меженің іске асырылуы осындай мағыналы шараларға байланысты екені белгілі. Біз партияның саяси доктринасында қамтылған ұстанымдарды бірге паш етіп, халқымыздың мәдени өміріне ақын әрі сазгер ретінде белсенді қатысып отырған сіздің түрлі игі бастамаларға мұрындық болғаныңызға куә болып жүрміз. Кітап халықтың, мемлекеттің асыл мұрасы, кемел келешекке жетелейтін терең ойлардың қазынасы екендігі белгілі. Сонымен қатар қоғамдағы әсіресе жастар тәрбиелейтін мәдени ағарту құралы. Саналы ұрпақ қалыптастыру міндетін жүзеге асыруға өзіндік үлесін қосып отырған сіздей зиялы жандардың ел дамуындағы рөлі ерекше. Жас ұрпақ алдындағы жауапкершілігі жоғары. Бұл басқосу әдебиетке, оқуға және кітапқа оқырман құлшынысын оятып, сөз өнерінің мәртебесін асқақтатуға үлес қосады деген сенімдемін. Ізгі ниетпен Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Асқар Мырзахметов. Сіздің жүректегі жазулар ой шырағдан кітаптарыңызды қолыма аламын. Көп сұрақтарға жауап осыдан табамын. Кешіңізге сәттілік тілеймін дейді Азамат Тұрғанқұлов, Ресей Халықтар Достығы университетінің магистранты. Москва. Ал құрметті ағайын, сұраққа жауап бере салайын. Әкім аға, уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет, бірақ өзіңіздің физика факультетінде оқып жүрген кезінде жазған бір физиктің махаббатын оқып бересіз бе депті. Біраз физиктер отырған сияқты, айым саған телескоппен қарадым, найзағайдай жарқ еткен жанарың жүрегіме миллиампердей тоқ беріп, бұрауындық қозғалысты өткеріп, күйіп жанамын. Өн бойымда молекулалар соқсы, әйтеуір тынышсызданамын. Вакуумдағы ойларымның есебін таба алмастан ешемін, изохоралық процесті кешемін. Заряд едің, сәулем қандай таңбалы, неге сенің көңіл лампаң жанбады. Айтсаң айтшы, жүрсең егер жаратпай болмайықшы аттас зарядтай. Физиканың заңдарына бағынып түрленемін, Ньютон тапқан жолақтай. Жарықтардың интерференциясы сияқты қосылам ба деп қоям сұрақты. Естимісің жүрегімнің ультра дыбысын, жаным бұл қай тұрысың, берші маған энергияны қуатты, күнім түсін Больцман тұрақтысындай махаббатым тұрақты. Еуразия ұлттық университеті Кәусар мәдени танымдық бірлестігінің бүгінгі қонағы ақын, жазушы, қоғам қайраткері, сазгер әкім Ысқақ. Жастарға қысқаша таныстырар болсақ, әкім Ысқақ 1960 жылы қыркүйектің 3-інде оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Бөржар ауылында туған. Абай атындағы Қазақ орта мектебін тәмамдап, Шымкент педагогикалық институтын, кейін
Қазақ мемлекеттік университетін тәмамдап, еңбек жолын өзі бітірген, мектептен мұғалім болып бастаған 80 жылдары. 90 жылы Бөген аудандық партия комитеті, қазіргі Ордабасы ауданы ғой. Ордабасы Бөген партия комитетінің идеология бөлімінің меңгерушісі болып істеп, Республикалық Лениншіл жас газетінің Жамбыл, Шымкент, Қызылорда облыстары бойынша меншікті тілшісі, Ордабасы ауданының білім беру бөлімінің бастығы, ал 95 жылы баламалы негізде Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты болып сайланды. Шынайы, бұлайша айтқанда, халық қалаулысы болды. Сол депутат кезінде өзінің ерекше жігерлігіменен, тіл жанашырлығыменен, ұлт жандылығыменен мемлекеттік қайраткер, қоғам қайраткерлігіне дейін жетіп, Қазақстан парламентаризмінде тұңғыш рет қазақ тілінде халық көші-қон туралы заңын жазған автор ретінде тарихта қалған адамдарымыздың бірі. 97 жылы осы еңбек үшін болу керек, жыл адам аталды. Оның кейінде көптеген лауазымды қызметтерде жұмыс істеді. Ал енді 97 жылы Стамбулда өткен дүниежүзілік қазақтардың құрылтайына қатысып, отанын аңсаған қазақтардың алдында сөз сөйледі. Ал енді шығармашылығына келетін болсақ, 20-дан астам кітаптың авторы, бірнеше орыс, өзбек, қырғыз, түркмен тілдеріне аударылған, сонымен қатар нәзік, иірімді сазгер ретінде де өнерсүйер қауым жақсы біледі. 2001 жылы тәуелсіздіктің 10 жылдығына орай мемлекеттік рәміздерімізді насихаттау үшін республикалық конкурста «Көк тудың желбіреген» атты әні лауреат атанды. Енді көптеген марапаттардың иесі, көптеген медальдардың иесі, оның бәрін айтып жатпайын. Соның ішінде екі ел арасында қарым-қатынасқа, достық қарым-қатынасқа еңбек сіңірген үшін Монғолияның Шыңғысхан медалінің да иесі. Сарыағаш, Ордабасы аудандарының құрметті азаматы, білім беру ісінің үздігі, мәдениет қайраткері. Тағы бір айта кетерлігі, 1998, 2011 жыл, 2015 жылдары президенттік сайлауда Нұрсұлтан Назарбаевтың сенімді өкілі болып қызмет істеді. Ал енді бүгін әкім Ысқақ құр қол келген жоқ, өзінің жазушылар, ақындар айтып жатады, сиясы кеппеген деп. Мен айтар едім, бет ашылмаған әлі. Кітабымен келіп отыр, көңіл қымбат деген. Соған мына біздің академик Болат Көмеков ағамыз, Гербтің авторы Жандарбек Мәлібеков ағамыз тұсаукесерін шақырамыз. Қатар отырағат. Аға келіңіз.